Ал еліміздің спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің төрағасы Тастанбек Есентаев бастаған ақпараттық насихат тобы қарағандылық спортшылармен кездесіп, елбасының биылғы жолдауында айтылған 7 басымдықты жан-жақты түсіндірді. Мемлекет басшысы дәстүрлі жолдауында халықтың орташа өмір сүру жасын 84-ке жеткізу жөнінде айтқан болатын. Ал ол үшін ең әуелі халық арасында бұқаралық спортты дамыту қажет деді. Бұл ретте Қарағанды облысы көш басында, кенді аймақтағы жалпы халықтың 30%-дан астамы спортқа бет бұрған. Мамандардың айтуынша, қазір облыста спорттың 75 түрі жақсы дамып келеді екен, ал мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 2050 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асырудың жолдарын жіліктеп берді. Енді тек білек сыбанып, еңбек ету керек деді жиында сөз алған агенттік төрағасы. Дамыған 30 мемлекеттің ішіне кіру, осы берілген жолдаудың ішінде барлық тапсырманы орындайтын болсақ, біз сонда ғана соған жететін боламыз. Оған жетуге біздің халқымыздың, біздің еркіміздің барлық жағдайы бар. Тек қана әр адам өзінің ісімен, әрбір істеген ісімен соған жетуге еңбек ету керек.